Ұлы дала баласы ұлы даланы сыпыруда. Төреғали Төрәли сот үкімін орындап жүрген видеосын жариялады. Белгілі әнші Төреғали Төрәли сот шешімі бойынша 40 сағаттық қоғамдық жұмысқа тартылған болатын. Бүгін әнші әлеуметтік желіде өзінің көше сыпырып жүрген видеосын жариялап, сот жазасын орындап жатқанын жеткізді, деп хабарлайды Астана телеарнасы Азаттық рухына сілтеме жасап. Соттың шешімі бойынша 40 сағатты қоғамдық жұмыс тапсырған болатын. Түске дейін саябақта боламын. Енді осы жерді тазалап жатырмыз. Бұл менің тәуелсіз отаным, тәуелсіз елім, тәуелсіз жерім, тәуелсіз Қазақстаным. Әлбетте, әнұраны көк туы бар елдің міндетті түрде заңы болады. Ол заңның алдында барлығымыз бірдейміз. Оған бағынуымыз керек. Міне, ұлы дала баласы ұлы даланы сыпырып жатыр. Мұның еш әбістегі жоқ. Керісінше, тазалық сақтау сүннет. Өзі жатқан тұрған жеріңді таза ұстау. Ертең ас ішетін мысыңды бүгін жуып қою деген тазалық. Ал тазалық иманнан емес пе, дейді әнші бейнежазбада. Еске сала кетейік, Төреғали Төрәли үстіміздегі жылдың 14 маусымында жол ережесін бұзып полицейлердің қолына түскен еді. Сараптама нәтижесі оның есіртке масан күйде екенін анықтаған. Полицейлерге бағынбай оқиға орнынан кетуге тырысқан әнші 20 күнге қамауға алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Қыркүйек айының соңында ол полицейлерді қорлаған үшін тағы да сотқа тартылып, әншіге 40 сағаттыққа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы тағайындалды.